Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге ірімшіктен жасалған супер хит салатының рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Ең алдымен тұздалған қиярды алып, видеода көрсетілгендей етіп 3 бұрыштап турап аламыз. Барлық қиярды турап болғаннан кейін оны арнайы ыдысқа орналастырамыз. Содан соң шұжықты алып, осылай 2 бөлікке бөліп, оны да тура видеода көрсетілгендей етіп 3 бұрыштап турап аламыз. Сіздерге де тура осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін, себебі дастарханға қойған кезде өте абыройлы болып көрінетін салат түрі болып саналады. Егер рецептілер ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Шұжықтың бәрін турап болғаннан кейін оны қиярдың қасына орналастырамыз. Содан соң қайнатылған жұмыртқаны да тура видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Жұмыртқаны турап болғаннан кейін оны арнайы ыдысқа орналастырып аламыз, және одан кейін қызанақты турауға кірісеміз. Тазалап жуылған қызанақты бірнеше бөлікке бөліп, тура видеода көрсетілгендей етіп турайсыздар, және ортасында сұйықтығын алып тастауымыз қажет. Барлығын тазалап болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп 3 бұрыштап қызанақты да турап алатын боламыз. Дайындалуы да өте жылдам, дәмі де өте керемет, сочный болып шығады. Келесі салат жапырағында барлығын жақсылап осылай турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа орналастырып алғаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Және жарты лимонның сығындысы. Одан кейін майонезді үстіне жақсылап барлығын сеуіп болғаннан кейін біркелкі болғанша араластырып аламыз. Салатымызды араластырып болдық, барлығы дайын. Енді оны арнайы тарелкаға орналастырғаннан кейін оның үстіне халық арасында чечил деп танылған ірімшікті салып ұсынсаңыздар болады. Көрінісі де дәмі де өте керемет болған салатымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.